Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода English Buzz оқулығының Students бүгін жалғастыратын боламыз. Яғни бізде 34-35 беттерді бүгін мен сендерге түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетсеңдер өте керемет болатын еді. Және де каналда осы English Buzz оқулығының басқа да бөлімдері плейлист болып шығарылған. Қажет болып жатса, кіріп қарап көрсеңдер болады. Ендеше бірінші тапсырмадан бастайық. Exercise 1, яғни listening екене тыңдалым. Read the title of the article and the question. Яғни мына жердегі мақаланың сұрақ берілген екен, сол сұраққа назар аудар дейді. What do you think the answer is? Сұрақ неліктен олай қойылды дейді. Why дейді. Read and listen to the text and check your answer. Яғни мәтінді оқы немесе тыңда дейді. Ендеше оқиық. Danger дейді, қауіпті дейді, humans дейді, адамдар дейді. When an animal attack a person, there are always stories about it on TV and in the newspaper. Адамдар жануарларға қауіп төндіретіні жайында теледидарларда, жаңалықтарда немесе журналдар үнемі жазып отырады дейді. But people are usually more dangerous than animals. Бірақ адамдар жануарларға көптеген қауіп төндіреді дейді. Every year, әр жылы дейді, we kill approximately 100 million sharks, but sharks only attack 3 or 4 people. Әр жылы біз шамамен 100 миллион акулаларды өлтіреміз дейді. Бірақ акулалар тек қана 3 немесе 4 адамға, ал крокодилдер 6 немесе 7 адамға шабуыл жасайды дейді. More people die in accidents with chairs. Көптеген адамдар орындықпен болған келеңсіз жағдайдан қайтыс болады дейді. Animals aren't really a problem for people. Адамдар шындығына келгенде, жануарлар шындығында адамдар үшін қауіпті емес дейді. But we are a problem for animals. Бірақ жануарлар үшін біз қауіптіміз дейді. We eat millions of tons of fish and meat every year. Біз жылына миллиондаған тонна балықтар мен ет жейміз дейді. But people don't kill animals just for food. Бірақ адамдар жануарларды тек тамақ үшін өлтірмейді дейді. They also hunt them for food or for fun. Олар сонымен қатар шабуыл жасайды не үшін дейді. Яғни олар көңіл көтеру үшін немесе олардың терісі үшін оларды аулайды дейді. While you are reading this, people are hunting animals all over the world. Біз осыны оқып отырған кезде қаншама адамдар жануарларға шабуыл жасап жатыр дейді. At the moment дейді, қазірде animals are becoming extinct in every part of the world. Әлемнің әр бұрышында, әр жерінде жануарлар жойылуға жақын дейді. The red list of animals in danger in Kazakhstan includes spiders of horses, leopards, wild dogs, lynx, otter, bats and bears. Қазақстанда жойылуға жақын аңдарды, яғни қызыл кітапқа енгізген дейді. Олардың ішінде жылқылар, қабыландар, жабайы иттер, сілеусін, құмырсқалар, жарғанаттар мен аюлар кіреді дейді. We aren't killing all these animals directly. Біз бұл аңдардың барлығын әдейі өлтірмейміз дейді. Яғни барлығын тікелей өлтірмейміз дейді. But they are dying and becoming extinct because of human behavior. Бірақ олар адамның мінез құлқының салдарынан өліп жойылып жатыр дейді. Our pollution and the construction is changing the climate and the animals' habits, and the time is running out for some animals. It's important to change our actions now and save the animals. Яғни біздің ластануымыз, ауаны ластауымыз бен климат пен жануардың мекенде ортасын өзгертеді. Ал кейбір жануарлар үшін уақыттары таусылып қайтыс өледі дейді. Қазір әрекетімізді өзгертіп жануарларды құтқаруымыз маңызды дейді. Енді біз бұл тексті аударып болдық. Енді бірінші жаттығудың жауабы. A person is more dangerous than a shark or a cheetah болады жауабы. Жазып аламыз оқушылар, келесі екінші жаттығуды орындауға кірісеміз. Exercise 2, read the text again. Тексті қайтадан оқы дейді. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты белгіле дейді. Енді екінші жаттығуды орындап бастаймыз оқушылар. Crocodiles are more dangerous than sharks болады. Крокодилдер
акулаларға қарағанда көбірек қауіпті дейді. Бірде А жауабы болады. Екінші, sharks attacks 3 or 4 people every year. Акулалар жылына 3-4 адамға шабуыл жасайды дейді. Жауап С болады. People kill animals for meat, fun and fur. Яғни адамдар жануарларды еті үшін, олардың терісі үшін және де қызық үшін өлтіреді дейді. Жауап С. Бұл мәліметтің барлығы текстте айтылған, иә. Төртінші, the red list is a list of, яғни жауап С болады, animals becoming extinct. Яғни қызыл кітаптың маңызы ол жойылып бара жатқан жануарларды қорғау, иә. Бесінші сұрақ, the writer wants readers to change what they do. Яғни оқушылар жауаптарды жазып аламыз. Келесі үшінші жаттығу. Жазып болсақ, үшінші жаттығуға назар аударамыз. Build your vocabulary, look at the words in blue in the text. Тексттегі көкпен жазылған сөздерге қара дейді. Which two words are verbs? Қандай екі сөз? Ол етістік дейді. Use the words to complete the sentences. Сол сөздерді мына бос орындарға қойып жазуымыз керек. Яғни көкпен жазылған сөздер олар approximately, бұл шамамен деген сөз, attack, бұл шабуыл жасау, accidents and pollution, actions, save. Осы 6 сөз берілген екен, иә. 6 сөзді 6 сөйлемге қойылып жазып шығуымыз керек. Бірінші, the sharks don't often attack humans. There are approximately 6,000 wild tigers in the world. Үшінші, some people are trying to save endangered animals. Төртінші, there are more people who die in accidents with chairs than with animals. Humans are changing the climate. Human actions are changing the climate. There is a lot of pollution in big cities. Яғни осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу, exercise 4. Answer the questions and compare your answers with a partner. Яғни бұл өзіміз жайында, иә, сұрақтарға жауап бер дейді. Бұл жерде әркім өзі қалағанша жауап берсе болады оқушылар. Бірінші, which animals do you like? Қандай жануарды жақсы көресің дейді. Немесе dislike, немесе ұнатпайсың дейді. Не себепті дейді. Жазамыз, I like bear. Мен аюды ұнатамын. Because this animal is so cute. Себебі бұл жануар өте сүйкімді дейді, иә. Енді сендер аюды емес, басқа бір жануарларды өздерің қалаған, ұнатқан жануарларын жазсаңдар болады. Екінші, in addition to the animals in the text, which animals are endangered in your country? Сенің тұратын қалаңда қандай жануарлар жойылып бара жатыр дейді. Мен мысал ретінде жаздым, I don't know what animal is endangered in my city. Менің қаламда қандай жануар қауіпті екені, жойылып бара жатқандығын мен білмеймін дейді, иә. Үшінші, what are people doing to save this animal? Бұл жануарларды сақтау үшін адамдар не істеу керек дейді. In general, I believe that animals should be well cared for in order to save them for extinction. Яғни ол жануарларды сақтау үшін ең алдымен адамдар оларға қамқорлық жасау керек, иә. Келесі, do people hunt animals in your country? Сенің тұратын елді мекеніңде адамдар жануарларды аулай ма дейді. I don't know. Мен білмеймін деп жауап бердім. Бесінші, is pollution a problem where you live? Сен тұратын жерде ауа ластану проблемасы бар ма дейді. The air where I live is dirty because there are a lot of factories and the car exhaust also pollutes the air. Ауа ластануы бар себебі зауыттардан шығатын түтіндер және машиналардан шығатын түтіндер деп мысал ретінде жаздым оқушылар. Өздерің осы сұрақтар бойынша жауап берсеңдер болады. Келесі бізде 35-ші бет, language focus, present continuous, affirmative and negative. Present continuous дегеніміз дәл осы кезде болып жатқан іс-әрекетті білдіреді және оның болымды немесе болымсыз түрлерімен бүгін тапсырмалар орындайтын боламыз осы видеода. Бірінші, complete the sentences from the text on page 34. 34-ші беттегі сұрақтарға жауап бер дейді. Then choose the correct words in rules A till C. Яғни біз бос орындарға біз жауаптар жазуымыз керек. Бірінші, animals are becoming extinct.
Екінші, we aren't killing all these animals directly. Біз жануарларды тікелей өлтірмейміз дейді. Үшінші, our pollution is changing the climate. Біздің іс-әрекетіміз ауаны ластауға алып келеді дейді, яғни осылай жауаптарды жазып шығамыз. Бұл жауаптардың барлығы текстің ішінде бар, өткен жоғарыдағы текстте. Енді ереже дейді, ережедегі біз берілген жирный болып жазылған екі сөздің бірін таңдауымыз керек. We use the present continuous to talk about things happening now. Яғни біз present simple шағын дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті айту үшін қолданамыз дейді. Екінші, we use the verb be to form the present continuous. Яғни біз present continuous шағында to be етістігін қолданамыз дейді. Яғни to be етістігі дегеніміз бұл am, is, are, to be. Келесі, we add ing, the main verb in the present continuous. Және де present continuous шағында біз етістікке ing жалғауын жалғап жасайды екенбіз. Осы жауапты жазып аламыз. Бірінші тапсырмаға, екінші тапсырма. Exercise 2. Find the present continuous form of the verbs 1 till 6 in the text on page 34. Then read the spelling rules and match the verbs to spelling rules 1 till 3. Which verb doesn't match any rule? Яғни, мұна берілген сөздерге ing жалғауын жалғап жаз дейді. Бірінші, become. Жалғаймыз. Becoming. Die, dying. Hunt, hunting. Change, changing. Run, running. Read, reading болады. Жазып аламыз. Келесі бізде ереже бар, rules, spelling rules. Most verbs ing, meet, meeting, play, playing. Келесі verbs ending in e, remove, яғни removing, have, having. Яғни бұл жерде бір көптеген етістіктерге берілген түбірге ing жалғанып жазыла салады. Ал келесі, егер етістіктің соңы е әрпімен аяқталса, оның есі түсіп қалады, сол е әрпінің алдындағы дауыссыз дыбысқа ing жалғауы жалғанады. Келесі, verbs ending in a vowel plus consonant. Яғни бұл жерде double final consonant ing. Яғни бұл жерде ең етістіктің соңында дауыссыз дыбыс келсе, ол дыбыс екі рет болып қайталанады. Яғни swim көріп тұрсыңдар, swimming деп екі m-ді жазып, содан соң барып ing жалғауын жалғап жазады екенбіз. Келесі, бізде үшінші тапсырма бар. Соның астындағы ереже бойынша тапсырма оқушылар. Жазып аламыз. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Listen to the sounds. Тыңдалым, яғни тыңдаймыз. Match the things in A with the actions in B. A-да бізде зат есім, яғни жануарлар берілген, немесе адамдар берілген, зат есім, әлде кім берілген. Ал B-да олардың іс-әрекеттер берілген. Екеуін сәйкестендіріңіздер. Then write sentence describing the actions using the present continuous. Екі бағананы біріктіріп, present continuous шағын жасауымыз керек. Бірінші, two dogs are running in the park. Екі ит паркте жүгіріп бара жатыр дейді. A parrot is speaking English. Тоты қыз ағылшынша сөйлеп жатыр дейді. A man is attacking a mosquito. Төртінші, whale is singing to its partner. Children are making a cake. A girl is practicing the piano. A lion is having meal. Яғни жеті осындай present continuous шағын құрастырып жазамыз оқушылар. Жазып алсаңдар, келесі төртінші жаттығуға назар аударамыз. Exercise 4. Work in pairs with the prompts and look at picture. Make affirmative negative sentence using the present continuous. Яғни мына сөздерді қолданып, present simple'дың болымсыз, present continuous'тың болымды немесе болымсыз сөйлемдерін құрастыруымыз керек оқушылар. Ендеше, мен құрастырдым. A child isn't feeding some bears. She is feeding some ducks. Екінші, a falcon isn't sleeping. It's hunting. Үшінші, two people aren't watching a chameleon. They are watching the falcon. Төртінші, three people aren't swimming. They are running.
Осы 4 сөйлемді жазып аламыз оқушылар. Келесі 5-ші жаттығу write sentences about what is happening now. Яғни мына сөйлемдерден біз дәл қазір не болып жатқандығы жайында present continuous жағын қолданып жазуымыз керек. Ендеше жазамыз. My parents is working. Менің ата-анам жұмыс істеп жатыр дейді. The teacher is writing on the board. Мұғалім тақтаға жазып жатыр дейді. I'm sitting next to the girl. Мен қыздан кейін отырмын дейді. We are working hard. Біз өте сондай қызу жұмыс істеп жатырмыз дейді. I'm wearing jeans. Мен джинсы киіп алдым дейді. The student by the door is listening. Есіктің қасында тұрған оқушы ол оқып, тыңдап отыр дейді. Яғни осылай орындаймыз тапсырманы. Келесі 6-ші жаттығу. Think of a person in your class and write on affirmative and one negative sentence using the present continuous. Swap your sentences with your partner and guess their person. Яғни бұл жерде біз оқушы сыныптағы бір оқушы жайында болымды болымсыз бір сөйлемнен жазуымыз керек. Яғни ол адамды сипаттауымыз керек және қасымыздағы оқушы оны табу керек. Мысал ретінде біреу жаздым. She is not wearing a uniform. Ол мектеп формасын кимеген дейді. She is teaching us a lesson. Ол бізге сабақ түсіндіріп жатыр дейді. Яғни is it a teacher? Ол мұғалім бе дейді. Yes, it is деп жауап береміз. Былайша жұмбақ жасырғандай қылып сөйлем құраймыз. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Видеоның соңында келесі 36-37 беттер шығатын болады. Кіріп қарап көрсеңдер болады.